Бай мен кедей. Қазақ халық ертегісі. Баяғыда бір ауылда өте бай адам мен кедей адам өмір сүріпті. Байдың малы көп, дүниесі мол екен. Ал кедей адал еңбекпен күн көріпті. Бір күні қыс қатты болып, кедейдің аз ғана малы қырылып қалады. Амалы таусылған кедей байдан көмек сұрайды. Бірақ сараң бай оған көмектескісі келмейді. Сонда кедей өз еңбегімен тіршілік етуді жалғастырып, күндіз-түні жұмыс істейді. Уақыт өте келе оның ісі алға басып, тұрмысы түзеле бастайды. Ал бай болса, дүниесіне тым сеніп кетіп, жалқауланып кетеді. Ақырында малынан айырылып кедейленіп қалады. Сол кезде бұрынғы кедей адам оған көмектесіп, «Байлық мәңгі емес, адамды адам ететін адал еңбек пен мейірім» дейді. Тәрбиелік мәні. Адал еңбек адамды биікке жеткізеді. Сараңдық пен мақтан жақсылыққа апармайды. Мейірімді болу керек. Байлық уақытша, ал адамгершілік мәңгі.